Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 11.07.2024 жыл. Кешке жақын мынау Абай ауданының әкімшілігі Әл-Фараби ауданы депті. Бұл Абай ауданының несіне қарай ма білмеймін, бірақ мынау мусорларды алуға машина жіберді арнайы. Енді бұл кезектен тыс аптасына бір марта келеді ғой негізінде, бірақ қазір кезектен тыс жіберіп отыр. Мына өткенде әкімшілікке мусор туралы видео арыз жібергенбіз осы туралы. Видео арызды да жібердік, сосын бұлай жазбаша түрде де жібердік. Қазір Әл-Фараби ауданында тұрады. Мына жерде жолдар тарығып істеп қойған неге? Үлкен жүк көліктері бұл жерден бұрылу қиын болады. Осыны әкімшілікке, мына құрметті әкімшілік, мына жолды тарылып тастағандарыңыздың мынау несі? Мынандай коммуналдық машиналар болсын, ертең құдай сақтасын пожарный, скорый, мынау төтенше жағдайлар орын алатын болса, мынандай осындай болады жолдардың тарлықтары. Мына құрметті көршілер, мына жердегі жолдың бәрін жауып тастайтын, қоршаулардың бәрін есіктің сыртына шейін шығарып тастайтын көршілерге өтініш. Мына жолды тарылтпай, бір-екі метр жерді кішкене жаңағыдай неғылмай, енді барынша көшені кең қылуға әрекет жасау керек қой. Көше кең болатын болса, бәр нәрсе жақсы болады да. Мынау көшеде машиналардың жүрістері, көшенің кеңдігі ол бәрімізге жақсы деп есептеймін. Сондықтан құрметті көршілер, сіздерден бір ауыз өтініш, мынау өздеріңіздің қорғандарыңыздың қызыл сызықтан асып кетпеуді өтінемін сіздерден. Алдағы уақытта бұның бәрін мынау әкімшілік қызметкерлермен зерттеп зерделейтін боламыз. Мына коммуналдық қызметтің мамандары осылай күндіз-түні жұмыс жасайды халыққа. Бұларға ерекше алғыс айтамыз. Бірақ мусорды алып кететін кезде, қоқыстарды алып кететін кезде қалдырмай алып кету керек. Себебі қазір күн ыстық, жаз айы, аптасына бір-ақ марта келетін машина болғандықтан бұл кез келген қоқыстар иісі шығып сасып кетуі мүмкін. Бұл санитарлық нормаларға да сәйкес келмейді. Сосын мына жерде ит, мысық, мусорларды, қоқыстарды шашып кетеді. Оны тұрғындарды азаннан кешке шейін қарап отырамайды, мысалы, айтып бәрін қадағалап. Сондықтан мына Абай ауданының әкімшілігі айтқан шағымдарымызды орындап, ештен кеш жақсы дейді. Кеш болса да осы мусорларды алып жатыр. Мынаның ішінде қап бар, бауырым, мына ішінде қап бар. Сол ғой қатты сасып иісі. Мынау адамдар ұшынып қалуы мүмкін да бұндай нәрседен. Мына балдар бар, балашаға бар, оған анау әртүрлі аурулар пайда болуы мүмкін да осындай қоқыстарды дұрыс алынбағандықтан. Сағат неше болды, бауырым? 10-15. Түнгі сағат 10-нан 14 минут өтті. Енді бұл кісілерге де рахмет, күндемей түндемей келіп, біздің арызымыз бойынша келіп, өздерінің қызметтерін орындап жатқанға. Ар жаққа бар. Бар ар жаққа бар. Бар ар жаққа бар.
бар мади алып кетші кішкене шетке. Мына жерде мына бочка қандай бочка? Мына жерде бочка. Мына жерде де бар екен міне. Көке мына жақта да бар, мына жақта да. Айналамыздың бәрі мусор болып кетті, мына мусордан көз алмай жатыр. Ассалаумағалейкум. Мынау мусорды тазалатып шақырдық. Жоқ, бәрін қазір тазалатып видеоға түсіріп жатыр. Aslında kaç olup kullanmışsın? Иә. Çok vakitte var. Nedir biz жүрмейміз. Biz жүрмейміз ғой, biz жүрмейміз. Bizga naqsini deb arz bo'yicha qilyapti bo'ldi. Bitindegine bırak Астын полный тазалап алып кетіңіздер, сасиды оның бәрі. Бермеген адамдар Жоқ, оны айттық қой біз, әкімшілігі арқылы айтып отырып қой бәрін. Сіздерге ешқандай не жоқ, әңгіме жоқ, дұрыс сіздер. Şimdi bak çok kapatmış. Иә, мынаны Bana dedim ben işte. астын тазалап жаман қатты сасыды ғой. Ben jinadım senin balacığın içine. Ben jinem bir Жоқ, балдар мынаның астын полный қазып қапқа салған ғой. Buradan giyindi. Соны сасып отыр ғой бәрі. Ana dedim ama götürdüm de. Ана бочкада да бар екен. Bak kapka sal. Ben kaynak oldum değil mi? Қазір жаз айы ғой, жаз айы күн ыстықта. Жақсы назар. Жоқ, қазір мына аптасына бір марта жүрген дұрыс емес та, жаз айында күн ыстық қой қазір, білесіздер ғой. Zaman yok ben sana. Kapka sal. Ben de su koydum değil mi? Жақсы назарларыңызға рахмет.